Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, әрі тез дайын болатын балалардың сүйікті печеньесі күнжіттен печенье дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен күнжітімізді таза сковородкада осылай қызарғанша қуырып аламыз және басқа ыдысқа салып суытып қоямыз. Енді қантымызбен сары майды жақсылап шанышқымен немесе миксермен езіп, бір келік етіп, бір-біріне біріктіреміз. Егер де күнжітімізді ыстықтай салатын болсаңыздар, май еріп кетуі мүмкін, сол үшін толықтай суытқанымыз жөн. Енді бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнға қосытқышты қосып, бір келкі қамыр болғанша тағы да араластырамыз. Қамырымыз қатты қою да емес, қатты сұйық та емес болу керек. Оған суыған күнжітімізді қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Және пергамент қағазын алып, бір шай қасықтан осылай домалақ шариктер жасаймыз. Әр қолға жабыспас үшін қолымызды сулап отыруымыз керек. Және қызып тұрған пеште 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Араларын видеодағыдай ашық-ашық етіп қоюымыз керек, себебі осылай үлкен болып жайылып піседі. Піскен кезде жұмсақ болғанымен, суытқанда қытырлақ болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.